Қайырлы таң. Аты жөнім Елжас Ертайұлы. Бақытты отбасы отбасылық кеңес орталығының құрушысы әрі кеңесшісімін. Бақытты отбасы мектебі айдарымен басталған аудио және видео кеңестеріміздің жалғасын назарларыңызға ұсынамын. Бақытты отбасы болуға кедергі келтіретін әрекеттердің үшіншісі салыстыру. Яғни жұбайлардың бір-бірін басқалармен салыстыруы. Менің сіздерге айтарым, проблемаларыңызды салыстыру арқылы шешуге тырыспаңыздар. Өйткені салыстыру арқылы шешуге ұмтылатын болсаңыздар, бір-біріңізбен сезімдеріңізді әлсіретіп, бір-біріңізбен араларыңызды суытып алуларыңыз әбден мүмкін. Не үшін салыстырамыз? Салыстыруда дәл өткен апта қарастырған кінәлау секілді себептері бір-біріне ұқсас. Яғни көңіліміз толмай, жұбайымызда кейбір өзгерістер болуын қалаған кезде, одан жақсырақ бір үлгі көрсету арқылы оны салыстырамыз. Осылайша ол оған ұқсауға тырысады, яғни оның өзгерісіне керемет бір мотивация болады деп ойлаймыз. Бірақ қателесеміз. Бұндай жағдайда салыстырған кезде жұбайыңыз ешбір әрекетке бармайды, керісінше оның жүрегінде реніш пайда болады, немесе қырсығу әрекеті байқалады. Тіпті салыстыруды балалардың өзі ұнатпайды. Есіңізге алып көріңізші балалық шағыңызды. Бәріміздің балалық шағымызда бізге ұнамайтын көршінің баласы емес пе еді? Таңғы сағат 6-да тұрып алып, жұмыс істеп жүретін, таңғы сағат 6-да тұрып алып, барлық істі тындыратын көршінің баласы. Яғни бізді сол көршінің баласымен салыстырған кезде бала жүрегімізбен оның өзін жақтырмаушы едік. Сондықтан да бұл адам жаратылысындағы бар нәрсе болғандықтан ешбір адам өзінің салыстырғанын қаламайды. Сондықтан ешбір жағдайда жұбайыңызды басқа біреумен салыстыру арқылы оған мотивация беруге тырыспаңыз. Салыстыру арқылы тек қана оған көңіліңіз толмағанын байқатасыз, және де бір-біріңізбен салыстыру арқылы бір-біріңізбен ара қатынастарыңызды бұзып, сезімдеріңізді әлсіретіп, бір-біріңізден алыстап кетесіздер. Тек қана салыстырудың бір ғана жағдайын мен сіздерге ұсынар едім. Яғни өзіңіздің жұбайыңыздың қадірін түсіну үшін жұбайыңызды басқалармен салыстыруыңызға болады. Бұл не деген сөз? Менің жұбайым жақсырақ екен деп салыстыруыңызға болады. Бұған байланысты бір мысал бере кетейін. Бір әйел бір данышпанға барады. 2 жыл бұрын мені үйлендірген едіңіз, мені енді ажырастырыңызшы дейді. Өйткені әйелім, күйеуім күнде кешке жұмыстан кеш қайтады. Мен бұндай күйеу қаламаймын, ажырасқым келеді дейді. Себебі тек қана осы ма дейді данышпан? Тек қана осы, мен бұндай кемшілігі бар, ер адаммен бірге болғым келмейді дейді. Жарайды, онда мен сені ажырастырайын. Бірақ та саған бір шартым бар. Сен үйіңе барып, бір нан пісіріп алып кел. Бірақ нан пісірген кезде нанға керекті заттардың ешқайсысын өз үйіңнен қолданба, көршілеріңнен ал. Және көршілеріңнен сұрап жатқан кезде себебін міндетті түрде түсіндір деген шарт қояды. Әйел түсінбейді, бұнысы несі дейді. Бірақ данышпан адам болғандықтан жарайды деп келіседі, бәрібір ертең ажырасамын ғой деген оймен үйіне барып, бірден жаңағы күлше нанды пісіруге бастайды. Әуелі ұн алу үшін көршісіне барады. Көршісіне келіп, маған ұн берші дейді. Не, үйіңде ұн бітіп кетті ма деп көршісі таңғалады. Жоқ деп себебін түсіндіреді. Осы ажырасайын деп едім, осындай шарт қойды, сол үшін сенен ұн сұрап отырмын дейді. Сөйтіп жаңағы көршісі өзінің күйеуі жайында айтып, өзінің күйеуін жамандай бастайды. Келесі үйге барып су сұрайды. Үйіңде бір кесе су қалмады ма деп көршісі таңғалады. Жоқ деп оған да себебін түсіндірген кезде, ол көршісі де өзінің күйеуін жамандай бастайды. Келесі көршіге тұз алуға барады деген секілді, бүкіл көршілерін аралап жүріп, қажетті нәрселерін жинап, нанын пісіріп болады. Ертесі күні нанын құшақтап, данышпанға барады. Данышпанға барып, мен ажыраспайтын болдым дейді. Ой, неге? Кеше ғана ажырасам деп жатыр едің ғой, не болып қалды дейді. Менің күйеуім жақсырақ екен дейді. Осы секілді өзіңіздің жұбайыңыздың қадірін түсіну мақсатында жұбайыңызды басқалармен салыстыруға болады. Басқа жағдайда біз салыстыруды ұсынбаймыз. Назарларыңызға рахмет. Алдағы сәрсенбі күні кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Сәрсенбі күндеріңіз сәтті өтсін. Видеомызды бөлісіп, үліпіліңізді басуды ұмытпаңыз.